Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Асия бала кезден таңдаған мамандығының 30 жылдан аса нанын жеп, денсаулығына байланысты зейнетке шыққан ұстаз. Дәрігерлер үшінші топ бергенмен, мектептің есігінен кіріп балалардың шулаған даусын сағынып барып жүріп, азырақ болса да сағат беріп, қайта жұмысқа шақырған мектеп директорының ұсынысын қабылдап, жұмысқа барып жүр. Арадағы 10 шақты айда әбден демалып қалыпты. Жұмыстан қолы босамай, жүрген кезінде WhatsApp-тан басқа әлеуметтік желіні пайдаланып та көрмепті. Жағдайын сұрауға келген бірлестіктегі сіңлісіндей болып кеткен Гүлшара, ұлының алып берген заманауи телефонын желілерге қосып берді. Гүлшара жаңа жылдық кеште түскен омырау ашықтау фотосын профиліне орнатып жатыр еді. Бұл рұқсат бермеді. Ауылдағылар көріп қалып күліп жүрер. Сурет көп қой, мұғалім деген атымыз бар деп келіспей қойды. Қай жерде оқығаны, қай қалада тұратынын, тіптен қазіргі отбасылық жағдайында вдова деп көрсетіп қойған. Гүлшараның көмегімен қызықты болады деген бірнеше жазушыға тіркеліп қойды. Үйіндегі кітаптарды қайталап оқып жүрген Асияға бұл үлкен жаңалық болды. Азын-аулақ үй тірлігінен босай қалса отыра қалып әңгімелер оқиды. Бірінің жазғанын тым көркем болса, бірінікі тым қарапайым, әрі ұғымды. Кітап оқысаң ішіңе түйіп отыра бересің емес пе? Бұл жерде не ойлап отырғаныңды, жамырамай жазған пікірлердің арасына өзіңнің не түйгеніңді қосып қоюға болар екен. Бір жағынан сөз таластырып, елмен араласып дегендей. Бірақ алаңсыз байланып қалуға да болмайды. Сол себепті де үйренген жұмысына, өз ұжымына баруға асықты. Бірі, Құдай-ау, осы айғай шуды сағынып келдің бе десе, бірі, Асия апай келгеніңіз жақсы болды. Күтініп жүрсеңіз, әлі талай бала оқытып шығарасыз деп жатты. Алғашында өзі де не ойларын білмей жүреді. Енді не болса да уақыт көрсетеді, жасамай жүрген жұмысым беді деп іске де кірісіп кеткен. Ұстаздармен араласып, оқушылармен пікір алмасқан қандай жақсы еді. Алайда уақыт карантинді көрсетті. Елдегі жағдай барлығыңызға мәлім. Қайтадан онлайн әлеміне дос болдық. Сабақты үйде отырып, компьютерге үңіліп өткізетін болдық. Жастарға ыңғайлы болғанымен 50-ден асқан ұстаздарға бір талай қиындық тудырғаны жасырын емес. Қош, не керек? Шемішкедей шақпаса да біраз дүние үйреніп қалды. Денсаулығына да үйде оқытып отырғаны оң әсерін тигізуде. Осы жылы қаладағы жоғарғы оқу орындарының біріне сіңлісінің қызы Жанерке түскен еді. Асияға серік болып қалып еді. Ол да онлайн деп ауылына кетіп қалды. Оқырман ішінен неге жесір, неге жалғыз деп ойлап отырғаны анық. Біраз жыл кейінге шегінейік. Кейіпкерден өзін тыңдайық. Сонау 90-шы жылдардың басында ауыл мектептерінің біріне оқытушы болып келген Асия, бастауыш сыныптардың біріне 1-ші сыныптан бастап сынып жетекшісі болды. Әлі күйеуге шықпаған қызға әр баланың тәтті қылығымен қоса түсінбейтін жерлері де көп болатын. Тәжірибесі бар ұстаздармен ақылдаса қалса, аса көңілге қонар жауаптар ала алмай жүрген кездер аз болған жоқ. Өз ісіне тыңғылықты Асияны басшылық жағы көбірек мақтап қойғаннан, болар жас мұғалімді жақтыра қоймайтындар да табылып жатты. Біразы еңбектенуі керек, ізденіп, кітап ақтарып психология әлеміне кіріп алған. Әртүрлі ситуацияларды жазып алып, оқыған дүниесімен салыстырып ақ жүр. Барынша қателеспеуге тырысқан. Өзі жалындап тұрған жас маман, жақсы көріп үлгерген балалардың ата-аналарымен де тығыз қарым-қатынаста. 30 баланың 30 түрлі мінезі болса да, ол бала. Дәл қазіргі балалармен салыстыруға келмейтін бір нәрсені білуге ұмтылған жеткіншектер. Ата-аналармен ақылдаса отырып, әр түрлі іс-шаралар ұйымдастырып қызығушылығын одан сайын оятқан апайларын балалар өте жақсы көретін және сенетін. Тіптен балаларын таңдауға да мүмкіндігі болмай жүрген әке-шешелердің есе алмайтын дүниелерін естейтін. Балалармен жұмыс жасау рас, қиын. Қызығы да сол қиындықтан туындайтынын мұғалімдер жақсы біледі.
Баланы ести алсаң, естігеніңді ата-анаға дұрыс жеткізе алсаң ғана байланыс жақсы жағына ауады. Алайда бүйректен сирақ шығарып алатын, ата-аналар тарапынан өз жағына келтіріп алатын жағдайларда жоқ емес. Сол кезеңнен дау-дамайсыз шығып кету енді расында тәжірибені керек етеді. Психология өз жөнімен қазақи тәрбие алып жүрген балалармен жұмыс жасау шабытыңа шабыт беретіні айдан анық. Сол жылдары өздеріңіз білесіздер, еліміздің экономикалық жағдайы мәз емес еді. Мектебімізде қандай да бір іс-шаралар өткізгенде қазіргі таңда көзге елестейтіні жұпыны сахна мен жылуы жоқ сол залдар. Бірақ бала мерекені сезіну керек деп барынша ата-аналарымыздың көмегімен тырысып бағатынбыз. Кей мерекелерде балалардың есінде қалсын деп киім тіктіреміз. Келсе расында да қолы қысқа отбасыларға қиналып қалатын. Сөз естіп көңіліміз қалған кездерде аз болған жоқ. Осындайда белсенді ата-аналардың қолдауы күш беретін. Менің оқушыларым шеттерінен талантты болды. Қазіргі кезге дейін араласып тұрамыз. Аудан орталығындағы бұрыннан абыройы бар мектеп болған соң түрлі конкурс, олимпиадалар, апталық көп болатын. Сол конкурстардың бірінен менің екі бірдей балам аудандық конкурсқа жолдама алып, біреуі облысқа өтіп кеткендегі менің қуанышымды елестетіңіз. Бұл оқушымыз жалғыз басты ананың баласы болатын. Олай айтқаныммен сол 4 жылда Тимурдың өз анасын көрмеген екенмін. Қазіргі біз қатарлы апасы болатын. Бірде бір жиналыста қалмайтын немересінің үсті басын мұнтаздай ұстайтын. Аудандық музыка мектебіне фортепиано сыныбына бергенін де білеміз. Жалпы бала ергезек, өнерлі болатын. Тәртібі де жақсы. Сыныбымыздың үлгерімі басқаларға үлгі болатын. Осы 4 жылда көп жетістікке жетіп жүрген кезімде өзімнің де отбасы құруым керек екенін ұмытып кеткен сияқтымын. Бір педсоветтен кеш шыққан күні оқу ісінің меңгерушісі Жүрсін апай өзімен бірге қайтуын жиын басталмай тұрып ескертті. Бірге жүріп қайтып келеміз. Асия, айналайын, сені оңаша алып қалғаным бекер емес. Келгелі жаман атыңды естімедім. Білімді, сабырлы, ақылды екеніңді біліп, саған көз салып жүргендер де аз емес. Соның бірі менмін. Жас емессің, оң солыңды таныған қызсың. Көлденең көк аттыға кетіп қалама деп қорғамын. Жақсы кандидатура бар, әпкемнің үлкен ұлы. Жоғары білімді, жұмысы да ұялмайтын жерде. Таңдап жүріңкіреп қалды демесең, сымбаттақ. Биыл 30-ға талды. Бірден күйеуге шық дей алмаймын, сөйлесіп көр деп қиылғаны. Бұрын соңды тек жұмыс бабымен сөйлесетін қатал апайымның мына сөзіне кәдімгідей иланып қалдым. Дастархан жайып шақырған апайымның үйінде Серікболмен таныстым. Бірден ұнаттым деп айта алмаймын. Апайым айтпақшы ақыл тоқтатқан кезім. Басқалармен салыстырғанда расында дұрыс вариант Серікбол болатын. Ата-анамның ақ батасын алып қолдан ұзатылдым. Күйеуімнің әкесі өмірден ертерек өткен. 2 ұлын енем өзі өсіріп жетілдірген екен. Қызы болмағандықтан енем екеуміз аналы қызды сияқты жақын болдық. Арамызда жалындаған махаббат болмаса да, бір-бірімізді сыйлай білген әдемі жұп болдық. Сыртымыздан басқалар бізге қызға қарайтын. Жұмысым жүріп жатыр. Келінге ұқсап әбіршуді білмедім. Себебі енем тамағымды пісіріп, шамасы келген жұмыстарын жасап қоятын. Елдің сөзінен қорқып, апа, өзім жасаймын ғой, несіне әуре боласыз десем, қой, бұл жылдама. Тұғырымнан тайып тұрған жүрім жоқ. Ертең жалқау болып, алып немерелі болғанда түкке жарамай отыр дейсің бе? Қарап отыра алмаймын мен. Үйіңді тазастап, кір қоңды, жууды да аз жұмыс емес, жұмыс басты адамға. Мұғалім деген аттарың болмаса, үкіметтің құлдарысыңдар ғой сендер, деп қайтарып тастайтын. Енді енеммен жолым анық болған келін едім. Күйеуім де өзімен өзі еш нәрсемен шаруасы жоқ. Қайным берік болғаны тілі батыр. Әлде еркелігім екен маған тиісіп қояды. Бірақ бір кем дүние бала көтере алмай жүрмін. Бармаған дәрігер, балгер, емші, молдада қалмаған шығар. Дәрігерлер берген емі бізге нәтиже бермеді. Енем күйеуім үшеуміз бармаған жер, баспаған тауымыз қалмады.
әулиенің басына қонып дұға тілеу, құрқылтайдың ұясы, жаңа сойылған ту биенің терісіне орану, жалпы қазақы емнің еш қайсысы қалмады. Бір нәрсені түсіндім, баланы беретін тек Алла екен. Қайным да өз сүйгеніне қосылды. Келінім Дариға келісіммен ақ көтеріп, жыл өтпей ақ үйде сәбиті дауысы естіліп көңіліміз шаттанды. Енем қайным мен келініме тұңғыштарын бізге беруін өтінген еді. Қайным келіскенімен келін өз анасының ақылын тыңдап келісе қоймады. Сол сәтте келінімді түсінуге, қызымызға барынша махаббатымды беруге тырыстым. Кішкентай әселге туғанынан ең жақсы ойыншық, ең сапалы киім алып келіп жүрдім. Суға түсіріп, сылап, ойнатып, әке-шешесі қыдырып кетсе, енем екеуміз алып қалып, олар келемін дегенше тікемнен тік тұрып көтеруге дайын болдым. Бірақ әсел тыныш, қарны тоқ болса томпиып ұйықтайтын да жататын. Баланы аңсағаным сонша, қайным мен келінім жиі қыдырса екен деп тіледім. Аналық сезімім оянды ма? Білем. Жұмыстан келгенше кішкентайды сағынып көкірегім сыздайтынды шығарды. Тілі шыққанда тіптен тәтті болып алды. Әжесін әже, мені апа дейді. Бір-бірімізден қызғанып у-шу болып үйге күннің шуағы еніп берекеміз кіріп қалды. Сондай бір әзілдесіп отырғанымызда болмашыдан қайным мен келінім сөзге келіп қалғаны. Сөздерінің төркіні сол баяғы менің көтере алмай жүрген себебімнен қызғаныштары болатын. Енем оңашада, Әсия, айналайын. Білесің, өзіңді қызымдай көремін. Осы күні екі оттың ортасында жүрмін. Бір күні келінмен сөзге келіп қаласың ба, көңілі қалып қояды ма деп қорқам. Дариға біраз ерке өскен, кей сөздері түйеден түскендей. Серікболмен ақылдас, не дейді екен деді. Ол не десін? Бәрібір қара шаңырақта қайнымның қалатыны белгілі еді. Қамымызды жасадық, қысқасы біз бөлек шықтық. Мектептің маңайынан жақсы пәтерге көшіп бардық. Серікболдың тұрақты жұмысы болғанымен айлығы аз болатын. Бөлек шыққанның әсері ме әлде сөзге ертімейді, маған көп сөйлеп, ішіп келетінді шығарған. Көп болмаса да менің айлығыммен күн көріп жүрміз. Қатарымыз үй салып, алды ұлдарына сүндет той беріп жатқан кездерде күйеуімнің көңілі құлазып қайтатын. Күйеуімнің мұндай түрін көру маған да оңай болмады. Бұрынғы мен танысқан сабырлы жігіт қатарынан кейін қалып қойдым деді ме, өзгеріп кетті. Өмірімді басқаша елестететін мен үшін бұл бір тосын жағдай болды. Тіптен туып жатқан балам да жоқ. Ажырассам қалай болар екен деп ойладым. Мен Жүрсін апаймен ақылдасуды жөн көрдім. Маған апайымның айтқаны, үйлену оңай, үй болу қиын деген. Ажырасып кету туралы ойлама, әлі жассыңдар. Жастардың барлығы Астанаға ағылып жатыр. Серікболды құртып жүрген қатары. Бұрын ішімдікке әуесі жоқ еді әйтпесе. Жұмыс көп, ол жақта. Жұмысы мен жолдастары жақсы болса, бәрі де оң жағына өзгереді деді апайым. Серікбол екеуміз бірге шешім қабылдадық. 10 жыл бірге жұмыс жасаған әріптестеріммен қоштасып, сыныбымды басқа әріптесіме тапсырып, қимай айырылыстым. Енемен ақылдасып жүріп, батасын алып, киімдеріміз бен құжаттарымызды алып жолға шығып кеттік. Жаңа жерге үлкен үмітпен келдік. Екеуміз ғана болған соң, бір ауылдасымыздың көмегімен бір бөлмелі жатақхана орналастық. Жұмыс бірден табыла кетті. Серікбол айлығына қызығып құрылысқа, мен өз мамандығыммен мектепке бастауыш сыныбына ұстаздық жасап жүрмін. Келген жылымыз да суығына тоңып жүрсінбей, қатты қиналғанымызбен жаңа жылымыз керемет, жақсы жаңалықпен басталды. Өзімді жайсыз сезініп, дәрігерге барып көрінгенімде, сіз сонда жүктіліктің белгілерін білмейсіз бе дегенінде, білуін білемін ғой, мүмкін бе деп айқайлап жіберіппін. Дәрігерім өзі реттеп ертіп барып, гинеколог дәрігермен УЗИ-ге түсіріп, УЗИ-ден түсірген дәрігер жүктіліктің 12-ші аптасы дегенінде, расымен де өңім бе, түсім емес бе екен деп қолымды шымшылай бергенім ай. Екі дәрігер де қуанышыма ортақтасып, құттықтап, гинеколог дәрігерім бір коробка конфетін ұстатып жіберді. Бөтен кісілердің менің мына жаңалығыма сонша қуанғанына өзім таң қалдым. Қуаныштан еш жей алмай қалдым. Үйге келіп, жаңалығымды күйеуіме жеткізгенше асықтым. Бүгін түнгі кезекшіліктемін, күтпе деп бір жапырақ қағаз тастап кетті.
Дәл осылай ешқашан күтпеген шығармын. Қуаныш пен қайғының қатар жүретін кезі де болар екен. Таңертең үйге Серікболдың бастықтары келіп, күйеуімнің жүрек талмасынан қайтыс болғанын айтты. Мен есімнен танып қалдым. Есімді жисам жан-жағымда қаумалаған дәрігерлер. Менің атымды атап қолымды қысып тұрған дәрігерді бірден таныдым. Кешегі конфетін ұстатып жіберген доктор қыз Роза еді. Күн сенбі болғандықтан кезекшілікте жүрген жас дәрігер қыз күні кешегі менің 11 жыл дегенде 2 қабат болғанымды, қалай болғанда да жүктілігімді сақтап қалу үшін жан ұшыра жүгіргенін, тура бір туғанына жүгіргендей дәрігерлерге жалынғанына кейін мейірбикелерден естідім. Дәрігерлер де күйеуімнің қайтқанын естіп, бар мүмкіндікті пайдаланған деседі. Өзіңіз ойлаңыз, мен есімнен танып жатырмын, ешкім менің жүктілігім жайлы білмейді. Білген күнде де қан кетіп жатыр деп, сонша күткен шаранамды тазалап тастауы да мүмкін еді ғой. Бұл сонда кездейсоқтық па? Жоқ, бұл Алланың бергені. Қайғымен қатарласып берсе де бергені. Өзі көрмесе де ұрпағымызды жалғастырып, шырағымызды жағушысын сақтап қалу үшін Розаны жіберіп қорғатқаны. Аллама шүкір айтып, дәрігерлерге рахметімді жаудырып жатырмын. Күйеуімнің аяқ астынан өмірден өтіп кеткеніне ішім ашып аңырап бір жылағым келеді. Жүрегімнің астындағы перзентімнің өмірін сақтау үшін дәрігерлердің айтқанын бұлжытпай орындауым керек. Жылауға да мүмкіндік керек екен-ау. Қайным келіп ағасының денесін елге алып кетті. Дәрігерлер менің жол жүруіме тыйым салып, бала керек болса тыныш жатуымды ескертті. 3 айлығында аты мәлім болған орынбасарымның әр күнін санап жүрмін. Ауылдан сіңілім келіп, бір айдай қасымда болып, сол сіңіліммен елге бірге барып, марқұм Серікболдың 40 күндік асында қатысып қайттым. Ана деген жарықтық қандай я, өзі қайғыдан қан жұтып отырса да, менің даусым қатты шыға қалса, өзі маған басу айтып, денсаулығыма алаңдап әлек. Әй, жылай берсін, өлімде сын, әйелі дұрыс жыламай отыр деп күлетіндер де бар деп, бір үлкендеу абысыны сөйлеп бастағаны сол еді. Көпшілікте дауыс көтеріп сөйлемейтін енем оттамасын. Маған жұрттың сөзі емес, келінім мен немерем керек деп басып тастады. Расында күлем дейтіндер болса өз еріктері, мен де барынша сабыр сақтауға тырыстым. Менің анам жасы ұлғайған, тым толық, жоғары қабатқа шыға алмайтын болған соң, амал жоқ, енімнен көмек сұрадым. Ол не дегенін қорғамау, мен бармағанда кім барады? Серікболымның аманатына қиянат жасамаспын. Қасыңда қанша бол десең, сонша боламын дегенде қуанып кеттім. Бұл әңгімеңіз Дариғаға ұнай қойған жоқ. Апа, біз қиналып қалатын болдық қой, келім кетім ба адам бар, балалар әбілшейтін болды деп айтып үлгерді. Сендер Құдайға шүкір елде отырсыңдар. Өзің көмек берсең, елде көмек қолын созады. Асия ол жақта жалғыз, қаласаң да, қаламасаң да сонда боламын. Құдай қаласа аман есен босанып бөпесі қатайғанша дегенімде жалғыз емес екенімді түсіндім. Екеуміз поезбен келе жатырмыз. Біреу естіп қоярдай сыбырлап, ана Дариғаға әдейі айттым. Елмен араласып үйренсін, маған сеніп алған, көрсін енді дегені. Апа, жас қой әлі, енді ойланар. 2 баланың анасы түкте жас емес. Баланы туған соң оған қарау керек деп айтқанмен уайымдап отырған байқап отырмын. Апама бұл тақырыпқа қайта оралмауымызды сұрадым. Үлкен кісі ауылға барғанында Асия солай деп еді деп қалса ше. Апам мені тыңдайды негізі. Астанамызға келдік, жұмысқа түсіп, күнделікті өмір жалғасын тауып жатыр. Апам екеуміз бірге бір-бірімізге серік болып, аман есен 9 айды толтырып, орынбасарымыз дүниеге келді. Ана болу бақыты 35 жасында бұйырыпты. Өлгеніміз тіріліп жаңа өмір басталды. Басқа түскен баспақшыл, енді үшеуміз бір бөлмелі жатақханада өзімізше бақытты өмір сүріп жатырмыз. Өмірімдегі ең бақытты сәттер өтіп жатыр. Бала болған соң ауырады, құлайды, жылайды. Бірақ менің жағдайымда қуанышымнан қорқыныш басым болды ма, шыж-быж болып, сабырсызданатын кездерім көбейіп кетті. Енем болмағанда не істер едім? Білмеймін. Өзімді қолға алуымыз керек. Қаладағы бір мешітке барып жүрегімді қалай тынышталдырамын деп иманнан кеңес сұрадым.
Ол кісі намазға шақырды. Расында намаз бастап кеттім. Менің ниетіме риза болған енем де қосылып Аллаға құлшылық жасап дұға тіледік. Екеулеп жүріп 10 айға жеткен апамның айтуымен баламды апама, екеуін Аллаға тапсырып жұмысқа шығып кеттім. Алғашында уайымдап жүргенімен сенім деген құдіретті күш емес пе? Үйреніп кеттік. Үйіміз бір бөлме болғанымен өзімізге кең сарайда еді. Өз баламды дұрыс өсіру үшін басқалардың қателігінен көп жерде сабақ алуға болады. Алайда ұстаз бола тұрып, ол не айтқаныңыз дейтін болсаңыз, өзіндікіне келгенде қателік жіберіп алуымыз әбден мүмкін. Шамадан тыс жақсы көретінімізді білдіреміз деп жүріп, әлі буыны қатпаған баламызды тым еркелетіп алатынымыз тағы бар. Әрине, әр бала өз ата-анасының қуанышы, үміті. Таңның атысы, күннің батысы, әке-шеше баласын ешкімнен кем қылмауға тырысып, дем алмай жұмыс жасап жүр. Осы жасқа дейін байқағаным да сол бос уақыттың болмай, баласына мейірімнің қажетті мөлшерде бермей жатқанын мен сізде күнде естіп, оқып жүрсіздер. Біреудің баласын десем артық болар. Бала ол еліміздің болашағы, барлығымызға ортақ. Оқушылармен ғана емес, олардың ата-аналарымен жұмыс жасауымыз маңыздырақ. Өзің жайлы емес, неге мұндай әңгіме айтып кеттің десеңіз, негізгі әңгіме менің отбасым емес, оқушым туралы еді. Осындай жағдайлар ой салар деген үмітпен айтылып отырған әңгіме. Қайтадан отбасыма оралмау үшін айта кетейін. Ұлым 5 жасқа толғанында мемлекеттік бағдарлама арқылы 2 бөлмелі үй алдық. Енем орынбасар мектепке барған жылы енді өзімен бірге мектепке барады. Ер жетті деп, ұлымды сүндетке отырғызғаннан кейін ауылға қайтты. Жылда жазғы демалысында ұлым ауылға 1 ай болып әжесін осында ала келді. Бір жағынан ауылдағы бауырларымен араласып келеді. Қаланың қым-қиғаш қозғалысынан демалып қайтамыз. Апам қалағанынша осында болып қайтады. Ұзағырақ қалғанын қалаймыз әрине. Бірақ үлкен кісі елді аңсап отыратыны тағы бар. Ойбай-ай, тыныш отырмай ма мына кемпір үйінде, дегізбей этажда өліп қалып абыройым айрандай болмасын деп, бізді бір күлдіргенмен өмірдің жалған екенін де есімізге әдемі түсіріп қояды. Ұлымды өз қалауымен әскери мектепке беріп едім. Қазіргі таңда сол бағытта жоғары оқу орнында басқа қалада білім алып жатыр. Ал енді сұрақтарыңыз болмаса, әңгімемді бастайын. Осыдан 3 жыл бұрын қаладағы ресторандардың бірінде 8 наурыз мерекесінде мектеп ұжымымен тамаша есте қалардай отырыс болды. Сол жерден маэстро Асия апайдың құрметіне деп мен жақсы көретін бір әнді жолдады. Қимайтын жан екенсің жат ұяға деп басталатын. Алтайдың ар жағынан келген аруға арналған әнді шырақтатып, шырқарған әншіні орындау шеберлігіне тәнті болмаған адам болып қалмаған шығар. Оның үстіне өзіңнің атың аталып, орындалса жастық шағыңды еске түсіріп жатса, қалай толқымайсың? Барып кім жолдаған сұрауға ұятым жібермеді. Таныс ешкімді байқамадым. Қасымдағылар да таңданып жатыр. Бір жағынан мақтаныш кернеп, жаныңа жайлы болғанымен, екінші жағынан ыңғайсыздау да болады екен. Денсаулығыма байланысты үйде отырдым дедім ғой. Міне, сол кезде әлеуметтік желіге алғаш қосылғанымда бірнеше оқушыларым табылды. Бұл қалада тұратындарынан сұрағанымен, жоқ, мен емес дедім. Деген жауап алдым. Айта кетейін, осы желіде еліміздің шетелдік ер адамдардан үлкен кішісіне қарамастан хат келе береді екен. Оның себебін әлгі вдова деген сөздер көріп өшіріп тастадым. Бұрынғыдай көп хат келмесе де, арасында хабарламалар хат тұрады. Бұғаттауды үйрендім. Сондай хаттардың біріндегі әдемі өлең жолдарының көз ала алмай қалдым. Кімнің өлеңі екенін білмедім, жүрекке жетті. Бұл кім екен деп аватарындағы фотоға мән берген едім, әрине танымадым. Сәл қиғаш теріс қарап түскен бас киімде, түріктің әртісіне ұқсаған жас шамасы 30-ға келетін жігіт өзін Руслан деп жазып қойыпты. Кім екенін сұрадым. Білгіңіз келсе, пәлен деген паркке кешкі сағат 19:00-де пәлен жерге келіңіз деп жазыпты. Әлгі ресторандағы жұмбақ жанмен байланысы бар деп түйдім. Қорқыныш та жоқ емес. Апай дегеніне қарағанда оқушым болуы әбден мүмкін. Бардым.
Көзінде қара сәнді көзілдірігі бар. Қолдарына сурет салып тастаған жас шамасы 30-тардағы сәнмен сақал салған жігіт гүлін ұсынып амандасты. Сәлеметсіз бе, Әсия апай? Сәлеметсіз, танымадым. Жас күніңізден сұлусыз. Мені осында соны айтуға шақырдың ба? Осылай қатуланғаныңыз қандай әдемі еді. Не деп тұрсың? Қимайтын жан екенсің, жат ұяға деп әзілдеген болды. Шырағым, оқушым болсам пәленшеевпін деп неге бірден айтпасқа? Тағы да күлді де, мұнда жақсы тамақтанатын жер бар, жүріңіз сонда барайық деп шимайлап сурет салып тастаған қолын созып тұр еді. Қорқып кеттім. Себебі қолындағы суреттің арасында көзге оттай басылған белгіні айнымай таныған едім. Ойша алғашқы мектепке жұмысқа тұрған жылдарға зуылдап барып қалғам. Менің алғашқы бастауыш бітірушілерімнің өзіме өте ыстық болатын. Біз елден көшіп кеткенде олар мектепті тәмамдап аттестат алу керек болатын. 8-ші сыныптарында бір оқиға болған. Мектептің мейірбикесі кабинетіне естеріңізде болса, бастауыштағы Тимур деген оқушымды қолын байлап шығарып салып тұр екен. Жүгіріп жандарына барып не болғанын сұрадым. Сынып жетекшісі кешегі күні дәрігерге апарғанын, бүгін мейірбикеге келіп жарасын қайта таңдырғанын айтты. Не болғанын сұрап едік. Тимур жай далада от жағып ойнап едік, күйіп қалды деп жауап берді. Дәрігерлерге де солай деген сияқты. Ішімнен бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсіндім. Еш нәрсе айтпай тұр. Біраз уақыт өтіп Тимурдың жарасы жазылып қалғанын да байқап қалдым. Білегінде 3 жерден әдейілеп күйдірген сияқты. Оңтайлы сәтті пайдаланып кабинетіме кіргізіп алдым. Ешкімге айтпайтынымды айтып едім. Өгей әкесінің айтқанын істемегені үшін темекісінің шоғын басқанын айтып тұрып, ешкімге айтып қоймауымды өтінді. Сонда да басшылыққа барып ескерттім. Үлкен айғайға ұласқан бұл жағдайдың соңы баланың үйінен қашып кетуіне себеп болып, біраз сандалғанын есімде. Кейін табылған соң мектептің дәлізінде оқушым маған бүкіл елдің ортасында сізге сенген едім, барлығың шеттерінен өтірікшісіңдер, бәріңді жек көремін деп айғайлағаны кешегідей есімде. Кейін басқа мектепке ауысып кеткен Тимурды міне пәлен жылдан кейін көріп тұрмын. Кездесудің көңілім құлазып қайттым. Оқушым ойнағысы келіп тұрғандай түйілді. Осынша жыл көрмеген адаммен кездесу біртүрлі жағыңқырамай тұр. Ұнамай тұрған Тимурдан образы мекен. Иә, ол да бар. Ол да бұның тырысып қалғанын сезе қойды да қысқа қайрылса салды. Санада жауабы жоқ мың сұрақ. Неге өлең жазған? Көлі несі? Неге кездесуге шақырған екен? Бұл да жетіп барғаны не сасқаны? Мазамның кеткенін-ай. Өз оқушым менімен ойнағысы келіп тұр ма екен? Ең алғашқы әліппені үйреткен сүйікті балапандарымның бірі еді ғой. Иә, өгей әкенің қыспағын көрді делік. Сондай өнерге жақын бала неге сонша өзгерді екен? Неге? Еш нәрсе сұрамадым. Ең болмаса жұмысын, қамқор болған өзін танитын апасын сұрасам да болар еді ғой. Маған не болды? Жас қыздарға ұқсап тез кетіп қалғаным несі? Көзілдірігін шешкен де жоқ. Сонда да көзімен жеп бара жатқанын сезіп тұрмын. Мұндай сезімдерді ұмытқалы қашан? Неге маған бұл жұмбақ болып қалды? Көңіл күйі болмаған күйі теледидардан оны-мұны қараған болып, жатып ұйықтап кетіпті. Таңғы 5-те ұйқысы қанып қалған, жуынып шайынып таңғы астың қамына кірісті. Қарны да ашып қалыпты. Әдетінше телефонын ашқан, кешегі бері бір әңгіменің жалғасын іздемекші. Хат келіп тұр. Иә, сол Русланнан, яғни Тимурдан. Түн жарық болсын, Әсия апай, сізді ренжітіп алғанымды білемін. Кешірім сұраймын делініпті. Яты бар екен ғой деп, сәлеметсің бе Тимур, дұрыс айтасың, ренжігенім рас. Қай мұғалім өз шәкіртінен бір түрлі әңгімелер естігісі келеді дейсің. Әрине кешірем, бірақ ендігәрі олай жасама. Мен сізді бекер іздеген жоқпын. Менімен сөйлесіңізші, мүмкін жәрдеміңіз тиер. Адасып жүрмін, кездессек. Тағы кездесу менен кешегідей жетер. Кешегім түйіп жатса қанекей. Бұл менің ойым әрине. Тимур, айналайын, осы жерде айта бер, тыңдауға дайынмын. Міндетті түрде хабарласатынын айтып шығып кетті. Ертеңіне барып хабарласты. Енді Тимурды тыңдайық.
Менің өз туған шешем 17 жасында студент болған, жылақ жүкті болып қалып босанып алған екен. Жүрген жігіті бас тартып, амалсыздан анасына жылап келеді. Анасы қызын жалғыз өсірген, өзі де жалғыз басты ана болғандықтан қызына қолдау көрсетіп, дүниеге келген немересіне, яғни мені бар ықыласымен қарап бағады. Оған әрине өзім куәмін. Сол өз анаңды мен көрмедім ғой. Ана дегім келмейді. Не себепті? Себебі көп. Мүмкін әңгімемді аяғына дейін тыңдасаңыз түсінетін шығарсыз. Әрі қарай әңгімесін бөлмедім. Туғаннан менің қолдаушым да қорғаушым да ол мамам. Мектепте жүргенде ол кісінің әжем екенін, балалардың әжелерін көргенде ғана түсіне бастадым. Маған мамам жап-жас көрінетін, себебі әлі де колледжде сабақ беретін. Өзіне қарап жүретін ұстаз еді. Сол себепті де әжелер тек кәрі жаулық тағады деп ойлайтын шығармын. Бізде бәрі болды. Жер, үйіміз, бақша, түрлі жемістер. Сол заманға лайықты мебель, тіптен ешкімнің үйінде болмайтын пианино да біздің үйдің сәнін келтіріп тұратын. Менің музыкаға қабілеттілігімді біліп, музыкалық мектепке фортепианода дәріс алуға өзі ертіп баратын. Өмірдегі ең бақытты сәттерім деп санайтын осы кезеңдерді сағынамын. Лиза үйге тек каникулда келетін, үнемі сәнді киініп жүретін әпкем деп жүрген адамның менің туған шешем екенін мектепке барған жылы мамам өзі айтып түсіндірді. Бірақ ол ұрысқақ болатын. Сол себепті оны жақтырмайтынмын. Сәл өскен кезімде анда-санда үйге тыртаңдап қып-қысқа көйлек киіп келгенін көргенімде тіптен жек көретін едім. Менің анам Лиза болмай-ақ қойса деп тіледім. Өкінішке орай туған шешем жеңілтап, әрі тірлігінің пәтуасы жоқ біреу болды. Қолынан келетін тек гитарамен ән салады да отырады. Маған сыйлық алып келсе, бүлдіріп қойсам, ашуланып айғайлап ұрсып, артынан аңырап жылайтын. Араға мамам түсе, өз анасын да аямай небір сөздерді айтып жылатып қоятын. Арманы мектеп бітірген кезде сүйген жігітіне күйеуге шығуына қарсы болғанын, бетіне басып жатқанын талай естідім. Сенсеңіз қысқа киген танымайтын жеңілтеп қыздарды көрсем, қазірдің өзінде жүрегім айниды. Осы уақытқа дейін үйленбеуімнің де себебі жас қыздарды ұната қоймауымда. Мұнымен не айтпақшы екен Тимур, шыдай алмай сөзін бөлдім. Сонда саған қандай жастағы әйелдер ұнайды? Апай, ол жайлы кейінірек міндетті түрде айтамын. Жарайды, жалғастыра бер. Лизаның сыртта жүргені жақсы екен. Үйге келсе міндетті түрде ұрыс болады. Мамам ішінен шыққан шұбар жыланы не істесе де көнетін. Ол сөйлей бастағаннан маған сыртқа кетіп қал деп үйретеді қойғандықтан далаға тұра қашатынмын. Сол күнді әлі ұмытпаймын. Кешкі пойыздан Лиза бір кісімен бірге келдім деп үйге алып келді. Мамам бөтен кісіні неге ертіп келдің деп сөйлеген еді. Әлгі кісі бір түн қонып шықсам болды, таңертең кетемін деді. Ол кезде мен 6-шы сынып бітіріп жазғы демалыста болатынмын. Әлгі кісі өзін өзі үйінде жүргендей, еркін жүрген бала болсам да сезіп тұрмын. Ең ақырғысы сарайдың ішіне дейін тіміскілеп шықты. Түрі де жағымсыз. Таңертеңге дейін не істегенін білмеймін. Лизамыз соған күйеуге шығатынын сүйінші сұрағандай айтып тұрды. Мамам сол кезде қызын күйеуге шықса ақылы кірер деді ме екен, әлде бәрібір де өз білгенін жасайды деп ойлады ма? Бір көрген адамыңмен жасап кетемін деп ойлайсың ба? Сен оның кім екенін қайдан білесің деп еді. Лиза өз әуенін салып түстеніп. Мама, сен бірінші рет бетімді қайтарып жатқан жоқсың. Хватит. Шығам дедім де, шығам деді де, киімдерін жинастыра бастады. Ол кезде әлгі бейтаныс кісі ауладағы отындарды жинап, бұтарлап отын сарайға жинап жатып мені көмекке шақырды. Мен жүгіріп бардым. Үйде ер адам болмаған соң, маған онымен жұмыс жасаған қызық болып тұр. Маған, сені сүндетке отырғызған ба деп сұрады. Иә да деп жауап бердім. Онда көрсетші деді. Мен тұра қаштым. Бұл кезде Лиза да кезекші чемоданын алып үйден шығып келе жатыр еді. Мен екеуін де кетіп қалса екен деп тілеп тұрмын. Екеуі де үйден шығып бара жатыр еді. Әлгі кісі Лизаға біраз тұрып бір нәрсе айтып еді. Лиза басын изеп кейін қайтты. Өмірі бұлай жасамайтын қызы мамамнан келіп кешірім сұрады. Әйтеуір қалатын болды. Осы күннен бастап Лизамыз өзгеріп сала берді. Бөтен кісінің аты Сейілбек екен.
Мамамен өзі де оңаша отырып сөйлесті. Түсінгенім, біздің үйде уақытша тұрып біраз бір-біріне үйренген соң қалаға кететіндерін айтып жатты. Мамам келіскендей болды. Осы кездерде Лизаны басқа адаммен ауыстырып қойғандай еді. Оңайлықпен ұстамайтын сыпырғы ұстап, үй жинап жүр. Асханаға кірмейтін ол ас даярлап кетті. Сейілбек болса үйдегі розеткаларды жөндеп, моншаға жарық кіргізіп, сарайдың астан-кестенін шығарып, сыртқа шығарып, қатырып тұрып, қаз-қатар сөрелер жасап жинап тастады. Ер адамның қолы керек жерлердің берекесі кіріп қалды. Арасында мені де жұмсап қояды. Оған мен ренжігенім жоқ. Қайта мамам үшін қуанып жүрдім. Қызының бағы ашылды деп ойлады ма, ол да қуанышты. Сейілбекпен сөйлесіп отырғанында әңгімелерін анық естідім. Шырағым, сен бір аспаннан түсе салғандай қайдан пайда болдың? Менің қызым қалай саған бірден күйеуге шығатын болып қалды? Менің де елім бар, жұртым бар. Әке-шешең, ағайының бар ма? Қайдан жүрсін? Қызымды апаратын жерің бар ма? Әке-шешем бала күнімде қайтыс болған. Ағам мен жеңгем ғана бар туыстардан. Лизамен екеуміз келіскенбіз. Біраз сізге қолғабысымызды тигіземіз де, кейін кетеміз деді. Бірақ олар кетпеді. Әйтеуір әр сылтауды бір айтып жүріп қалып кетті. Сол жылы жемістер бітіп болып, Сейілбек таңертең ерте тұрып шиден бастап өрік, алма, қара өріктердің уақытында жинап, алғашында үйдің сыртына шығып, кейін базарға барып сатып жүрді. Мені ертіп алып саудаға үйреткен болады. Бір үйде тұрған соң бауыр басып барамын. Тіптен мамам да мейіріммен қарайтын болды. Моншамызды қатырып жөндеп, демалыс күндері моншаға түсіп жүргенбіз. Осы жолы Сейілбек өзімен бірге суға түсуін сұрады. Менің денемді езіп, сабынды көпіртіп тұрып шомылдырып берді. Алғашқы рет орыс моншасындағыдай сыпырғымен сабалап берді. Екеуміз қып-қызыл боп моншадан шығып қыста қарға аунап, немесе мұздай су құйып жіберіп, қарқылдап күлетінбіз. Қысқасы Сейілбекке бауыр басып алдым. Соның айтқанын жасап жүрмін. Үйде былайша тыныш өмір болған соң, менің де үлгерімім жақсарып жүр. Үйдегі пианинодан ойнасам қасыма келіп тыңдап отырады. Лизаға да ән айтқызады. Толықтай отбасымызға кіріп алды десе де болады. Бір күні Лиза екеуі Сейілбектің туысқандарына барып келді. Олар келемін дегенше мамам қатты уайымдап жүрді. Мен де тезірек келсе екен деп жүрдім. Бірақ мамам бұрын Лизаны дәл осылай күткенін көрмеген едім. Кәдімгідей қобалжып жүр. Оның мағынасын кейін түсіндім. Әдеттегідей Сейілбек үнсіз отыр. Лиза қанша сөйлесе де үн қатпады. Ертеңіне Лиза дәрігерге кеткенінде мамам мен Сейілбек үшеуміз таңғы асты кештеу іштік. Мен апыл-ғұпыл іштім де ойын баласы стадионға, футболға ойнауға жүгіріп кеттім. Балалар жиналып қалған екен. Маған доп қайда дегенде ғана допты үйде қалдырып кеткенімді есіме түсіп үйге қарай ұштым. Сейілбек болса сыртқы есікті құлыптап қойыпты. Асығып тұрмын. Есікті ұрып тұруға уақыт жоқ. Ана бір талға өрмелеп талай асып түсіп жүрмін ғой. Тез барып терезенің түбінде жатқан жәшіктің астынан жасырып қойған добымды алып жатыр едім. Мамамның қатты ыңқылдаған даусын естідім де шошып кеттім. Есіктен кіре алмадым. Оны да құлыптап қойыпты. Қайтадан терезеге келдім. Екі қолыммен тіреп терезеге асылып ішке қарадым. Мамам төсегінде, Сейілбек әріректеу киініп жатыр. Сәлден соң Лизамен сүйісіп тұрғандай мамамен құшақтасып тұрды. Мына көріністен кейін екеуін де жек көріп кеттім. Сейілбек мені байқап қойды. Мен тұра қаштым. Бұл сол 7-ші сыныптың көктемі болатын. Томаға тұйық болып жүргенімді екеуі де байқап жүр. Бірақ екеуінде де үн жоқ. Өгей әкемнен моншаға да түспей қойдым. Сейілбек қара күш иесі болатын. Тұрақты жұмысы жоқ. Бірақ біреулердің жұмысын жасап ақша тауып жүретін. Мамамның да ақшасын қосып бір жерде тұратын. Лиза сол баяғы әдеті жұмысқа тұрса тез шығып кетеді. Бірде мамамнан бұлар қашан кетеді деп сұрадым. Уақыт көрсетеді деп қана жауап берді. Өткенде мен Сейілбекті сіздің деп бастай бергенім сол еді. Білем, адасқан мамаңды кешір. Жаңылыспайтын адам болмайды. Үлкейгенде түсінесің деп басымнан сипап құшақтамақшы еді. Жұлынып қашып кеттім. Далада сабанның үстінде ойланып қанша жатқанымды білмеймін. Сейілбек келді. Әй Тимур, еркекше сөйлесейік. Ондай болып тұрады. Бұл өмір.
Қайтемін енді, ұнайды маған сенің мамаң. Лиза ше, Лиза ол өмірге не үшін келгенін білмейтін адам. Мен оның жыртыңбай әңгімелерін онша ұната бермеймін. Өмірге көзқарасымыз әртүрлі, ал мамаңмен өте қызық. Сен де мамаңды жақсы көресің ғой, иә? Сенің ақылың бар баласың. Лизаға айтып қойма, енді олай жасамаймын деп уәде беремін деп мені қоштатып қойды. Мамам үлкейгенде түсінесің деді. Мынау да бір нәрселер айтып түсіндірген болып жатыр. Онсыз да жоқ жерден бүлік шығарып отыратын Лизаға өзімде еш нәрсе айтқым келіп тұрған жоқ. Лизаның дәрігерге барғыштап жүргенін Сейілбек екеуінің әңгімелерінен біліп қойдым. Дауыстары қатты естіліп жатты. Лиза бала алдырмақшы екен. Неге тумайсың енді? Түгің жоқ. Никола, ни двора. Енді онда неге тидің маған? Міне Нұржен, бұл мужик. Мужик бар жерде бала да болатын білмедің бе? Бала ол артық проблема. Хочу жить для себя. Сонда менің артық мәселе болғаным ғой. Онсыз да әрең шыдап жүрген едім. Лизаны одан сайын жек көрдім. Барып сені Сейілбек жақсы көрмейді. Мамамды жақсы көреді дегім келді. Бірақ уәдемде тұруым керек. Қашан кішкентай інім, не қарындасым болады деп армандаушы едім. Ол арманымды да мынау күл талқанын кетпекші. Ақыры айтқанын істеді, және бір емес бірнеше рет. Сол кеткен шараналардың өтемі ме білмедім. Сол жазда қамқоршым мамамнан айырылып қалдым. Әбден шаршаған болса керек. Қайта-қайта қан қысымы көтеріліп, жүрегі қысыла берген соң ауруханаға жатып емделіп, келесі бір системасын алып жатқанында анафилактикалық шок беріп, аяқ астынан ажал құшты. Мен үшін ең қымбат адам өмірден өтті. Қайғырдық, жыладық, өмір заңы амал жоқ. Түкте өмір қызық болмай қалды. Тек маған емес, Сейілбекке де дәл солай еді. Лиза болса үйді өз атына аударып, екі сөзінің бірінде сен қайыршысың, түгің жоқ. Мына үй менің атымда, ұнамасам, есік анау тұр деп жүріп, ақыры бір күні Сейілбекті қуып шықты. Күн салқын болатын, соңғы рет Сейілбек екеуміз монша жақтық. Сен әлі баласың, бірақ мынадай шешеңнің болғаннан болмағаны жақсау. Оқы, сабақтан қалма. Жеттіммін деп оқымадым. Енді әркімге құл болып, қара жұмыс жасап жүрмін. Лиза дұрыс айтады, менің үйімде, күйімде жоқ адаммын. Осы үйді дөңгелентіп, сен мен қосқанда біраз қара домалақтың әкесі боламын ба деген үмітім бар еді. Болмады деп күрсінді де соңғы рет екеуміз моншаға түстік. Өз көңілімізді өзіміз көтеріп, сыбырғымен арқамызды сабалап, мұздай су қойып айғайлап шай іштік. Кетіп бара жатқанында көзімдегі жасты байқап, өгей әкемді құшақтап алдым. Мен де көзіме ерік бердім. Ал Лизаның өз қиялы өзінде екен. Сейілбек кеткен соң үйге түрмеден шыққан бір оңбағанды кіргізіп алды. Не деген ұятсыз еді. Есіңізде болса, мен сізге өз сырымды айтушы едім ғой. Сізді алғашқы махаббатым десем де болатын шығар. Мектепке сіз үшін баратынмын. Сізді жақсы көретінімді, сізге айтқанымда сіз менің басымнан сипап қанай, мен де сені жақсы көремін деп, дәл жымиғаныңызды, жай ғана ұстаздың шәкіртіне деген махаббаты екенін сезіп, жоқ, олай емес, мен сізге ғашықпын, сүйемін деп айғайлағым келгенін, әлгі бір ауыз сөзді айту үшін қанша күш жинап, қанша дайындалғанымды білсеңіз ғой, Әсияпбай. Әлгі жора келгеннен кейін жағдайым тіптен жаман болып кетті. Лизаға бай болса болды, жора болса кәсіпке айналдырып алған карта ойыншысы. Жатып алып арақ ішкенді жақсы көреді. Тап-тұйнақтай үйіміз құдақұмарлықтың сасық ұясына айналды. Тура бір маңдай терімен тапқан ақшасындай Лизаға берген ақшасын міндет қылып отыратын. Талай таяқ жегенін көзім көрді. Бірақ менде оған деген аяушылық болмады. Қайта саған сол керек деп ойладым. Жораның ұрып тәрбиелегісі келіп істемегені жоқ. Сегізіншідегі қолымды темекісімен күйдіргенін өзіңіздің хабарыңыз бар. Сол жылы сізге қатты өкпеледім. Әлемнің бәрі әділетсіз көрінді. Тумай жатып әкем керек етпеді. Лизаны тіптен айтпай-ақ қояйын. Жақсы көретін адамдарым бірі өлі, бірі тірі өміріммен
бір сәт жоқ болып кетті. Жораның бір жерін жапқысы келген Лиза мені мектептен шығарып алып басқа мектепке ауыстырып жіберді. Өзіңіз білесіз, үлгерімім жаман емес еді. Жаңа мектептің балдарынан сәл таяқ жегенім болмаса, басқа мәселе туындамады. Таяқ жеп келген күні әлгі жора жігіт болуды үйретпек болып қалды. Көшенің өз заңы бар. Біреулерге айтып, менің ұрған баланың сол күні ақ өзінің көзін көгертуге себеп болды. Маған жақсылық жасаған түрі ғой. Есесіне мектеп бұзақылары аяғын тартып жүретін болды. Лиза Сейілбекке жасағанын Жораға жасай алмайтын, қорқатын. Көңілі келсе ақша, алтын беретіндері есімде. Маманың бар кезіндегідей Лиза шолжаңдам алмайтын болды. Тамағы, киім-кешегі уақытылы дайын болмаса, жаңа күйеуі аямайтын. Лизаға сондай бай керек болған-ау. Бірақ менімен ешкімнің шаруасы жоқ. Отын бұтау, су тасу менің мойнымда. Сабағым біреуден ілгері, біреуден кейін. Мамамның маған үміт артатыны, Сейілбектің айтқандары мені алға жетелейтін. Сол жылы техникалық мамандықтарға грант көп бөлініп, 11-ді бітіріп мега қалалардың біріне өз күшіммен оқуға түсіп кеттім. Физиканы сүйіп, оқымасам да мүмкіндікті пайдалану керек болды. Пайдаландым. 4 жыл бакалавр оқығаныммен дәл сол мамандықпен жұмыс жасауға құлқымда болған жоқ. Осында келдім. Компьютерді жақсы меңгергендіктен халыққа қызмет көрсету орталығына жұмысқа тұрдым. Сол жердегі бірнеше жігіт бірге пәтерде тұрамыз. Жігіттер қыздарға барса, сол қыздарға деген қызығушылық менде болмады. Қасымызда Мағжан өте ширақ. Күндіз үкіметтің жұмысына жасап, түнде ресторанға бірге даяшылыққа барамыз. Бірер жыл ресторандарда жүріп, Мағжан бармен, мен музыкант болып орналасып алған соң, айлығы аз соныма бармай қойдым. Сол жерде бір жағдай болған. Мен отырған столда қызмет көрсеткен бір әйел қол сөмкесін ұмытып кетті. Мен алып столымның асты жағына қойып қойдым. Біраздан кейін екі өкпесін қолына алып жүгіріп келді. Дереу сөмкесін қолына ұстата салдым. Рахметін жаудырып жатыр. Жасы ұлғайған әйел болса да маған ұнап қалды. Өте әдемі екен. Міне, сол сұлу апай мен жұмыс жасайтын ресторанда қонақ болып келіп отыр. Сол сонда ақ аты жөнін жаттап алғанмын. Дәл сізге арнағандай оғанда керемет ән жолдап айтып бердім. Себебі ешкімім болмаған соң да біреуді қуантқым келді. Сол кездегі Мейіргүлдің онсыз да сұлу көзінің бал-бұл жайнағанын көрудің өзі маған бір бақыт болды. Қасындағы құрбысымен келіп, әннің кім жолдағанын сұрады. Мен өзіңізді шығарып салуға рұқсат берсеңіз айтамын дедім. Ол үндемеді. Мен келісті деп шештім. Тағы да бір әнші жігіт стажировкада жүрген еді. Сол жігітке жұмыс орнымды қалдырдым да, Мейіргүлдің артынан мен де шықтым. Өз көлігіне мініп жатыр екен. Мені де ала кетіңізші дедім батылданып. Ол кездерде әйел баласының батылдықты сүйетінін біліп үлгерген кезім. Қайтадан үндемеді. Отырған соң жап-жас болып, жол болсын деп еді, сасқанымнан бірге болсын деппін. Мені шығарып салудың керегі жоқ, өз көлігімдемін. Ал енді кімнің әнге тапсырыс бергенін айта ғой. Айтсаң, мен сені шығарып саламын деп тұр. Мен шынымды айттым. Уәдесі бойынша мен үйге дейін алып келді. Мен тұратын көше ескі бұрынғы үйлер болған соң, өзімше намыстанып басқа көшені айтып, заманауи үйлердің бірінің алдынан түсіп қалдым. Сасқанымнан көмек керек болса, хабарласып тұрыңыз. Туған күн үйдегі күштерге гитарамен ән айтып беремін деп едім, тағы да үндемеді. Өзімнен 15 жас үлкен әйелге ғашық болып жасаған алғашқы қадамым сәтсіз болды. Осы оқиғадан кейін маған жасы үлкен әйелдердің ұнайтынын байқадым. Жұрттың бәрі Мейіргүлдей қатты бола бермейді екен. Ыңғай білдірсең өздері-ақ ертіп алып кетіп жүргендер болды. Өз жағдайын жасап алған бай әйелдер көп-ақ екен. Жасым 30-ға жетпей-ақ 50-дегі әйелдерінің жанынан табылдым. Бұл бір Европаға еліктеген түріміз бе? Тәрбиенің осалдығы да бар болар. Мен үшін қалыпты жағдайға айналды. Сондай бір апымның қолына кіріп алдым. Бір түйір қызы шетелде оқитын. Өзінің айтуы бойынша жалғыздықтан шаршаған Сапураның күндіз баласы, түнде күйеуінің рөлінде болдым. Негізі Сапура емес, мен жалғыз сұрайтынмын. Себебі оған қызық дүние мен қызықтырмайды. Қаласам
маған ән айтқызады, қаласа ресторанға барғысы келіп қалады. Компьютерде көп отырып қойсам, жас қыздар іздеп отырсың ба деп ұрыс шығара салады. Бір кездерде дымымды қоймай боқтап, біраз уақыт өткен соң айналып толғанып, жасаған кінәсін жуып шаяды. Маған ең ұнайтыны көлігін мінуге рұқсат беретін кесері. Бір мәрттігі ұстаған күні арзандау шетел көлігін алып, өз атыма жазып бергенін айтпасам болмас. Арқамды кеңге салып, қалада есім шығып, шетел көлігінде жүргеніме, қарнымның тойғанына, тәуір киім кигеніме, мәз болып кісінің есігінде құл болып жүргеніме міне 5 жылдан асып кетті. Жақында қызы келетін болып, мені алғашқы кезге деп біраз ақша беріп шығарып салды. Әбден дайын, асқа үйреніп қалған екенмін. Ол ақша да таусылып барады. Бұрынғы ресторанға қайта барып едім, адам толық деп қайтарып жіберді. Бұрынғы Мағжан досымның көмегімен сізді кездестірген мейрамханаға орналасып алдым. Сізге ән арнадым. Осы әнді сол жас кездеріңізде сүйіп тыңдайтыныңызды байқап қалған едім. Біраздан бері ішімдегіні тығылып айтатын адам іздеп жүрген едім. Өзіңізді кезіктірдім. Әлгі әдетімнен бала күнгі махаббатымды оятып, сізге қырындағымда келгенін жасырмаймын. Бірақ сіздің қабағыңыздан аса алмадым. Менің бар шындығым осы. Дұрыс емес өмір сүріп жүргенімді білемін. Балалығымнан сенетін адамым өзіңіз едіңіз. Сол себепті сізге сеніп айтып отырмын деп әңгімесін аяқтады. Әңгімені аяғына дейін тыңдаған Асия өз құлағына өзі сенбеді. Шынымен де өмірде осындай дүниелердің болып жатқаны, оны шәкіртінің өз аузынан есту, иман жолында жүрген ұстазға жат, әрі жиіркенішті еді. Сынақта әркімге әртүрлі береді. Мүмкін дәл осыны естудің өзі бұл үшін де бекер емес болар. Ол өсіріп отыр емес пе бұл да? Қайтадан мұң сұрақтың астында қалған Асия небір оқиғаларды ойлап та үлгерген. Мына бір ақпараттың миыңа сия қоймайтын, шамадан тыс көп берілетін, заманында естіген небір имансыздардың артында осындай зорлық-зомбылық көрген балалар емес пе еді? Мұнысы енді арам ой бірінші келеді саяды. Мүмкін әлгі Сапура шығарып салса, менің үйіме дәл солай келіп алғысы бар мекен? Ойлаған ойының шырмауынан шыға алмай әңгімені ұзақ қорытты. Егер психолог болса, жолай шешім шығарып отырған болар еді. Бұл ше, 30 жылдан аса баламен жұмыс жасап жүргені бекер емес шығар. Жаман ойын сейілту үшін сұрақ қоюды жөн көрген. Тимур, менің 2 сұрағыма жауап берші. Айта беріңіз. Сен Сейілбекпен мұнша жайлы көп айттың. Ятта болса сұрайын. Ол сені сипалап болсын, ерсі қылықтар жасамады ма? Жаман әңгімелер айтқан жоқ па? Жоқ, ол не дегеніңіз? Ол өте қарапайым, еңбекқор кісі болатын. Бізде болған аз уақытта мені еңбекке баулығанда осы Сейілбек емес пе еді? Менің ойымша оның моншаға солай түсуі сол бір кайпы болды-ау. Кейде ғана моншадан кейін мұздай пиво ішетін. Соншалықты арақ ішкенін де байқамадым. Балаларым көп болса, ұлдарымды осы саған ұқсатып, шомылдырып, қарға ұнатсам деп армандап отыратын. Жауапқа қанағаттанған Асия, енді жауап берші, маман Құдайға сенетін беді? Сонша сенеді деп айта алмаймын. Маған адамдар Құдайды халықты алдап басқару үшін ойлап тапқан. Сауатсыз адамдар соған сенген. Әркімнің алдауында жүретін сауатсыз болмау керек деп айтатын. Соған қарағанда Құдайға сенбеген сияқты. Бір жағынан Асия маған жағдайға ашынғанымен, екінші жағынан Тимурға көмек бергісі келіп тұр. Қазіргі жастардың сенің ақылыңды емес, Google тәттілерін ғана пір көретін ойлағанында өзін тура бір ұрыс алаңынан шегінген әскердей сезінді. Мына Тимурдың қысылмай, еркін айтып отырғанына қарағанда, қоғамда қалыпты болып бара жатқан дүние екен анық. Кім кінәлі? Оны іздегенмен не пайда? Сонда да Асия жағдайды тарқатып көрмекші. Ең бірінші тәрбие берген апасын ойлады. Ол кісінің қалай өсіргені, Тимурдың кейбір сөздерінен сол мейірімнің ізі бар екенін байқалады. Құдайға сенбейтінін білді. Ол үшін оны кінәлауға бола ма? Меніңше болмайды. Себебі кеңес дәуірінде большевиктердің де мақсаты халқымыздың рухын әлсіретіп, дінсіздендіру емес пе еді? Жалғыз құрбан бұлар ғана емес. Міне, саған сол ықпалдың нәтижесі. Тек ренжитінім,
Қыз балаға берген тәрбиесінің олқылығы, тәрбиенің басы болып саналатын қыз тәрбиесіне қазақ қай уақытта аса көңіл бөлді емес пе? Қай жерден қате кеткенін Құдай білсін, таяғын ұрпағы жеп отыр. Ана бір сансыз апорттар мен шешесінің байсырап жүргені осы ұл бала білетін дүние еді. Қайтадан иманның жоқтығы емес пе? Ана бір сиырбекті кездестіріп ұлы еркектің аз ғана болса да тәрбие көргеніне де шүкір десем де, жаман болса да өз әкесіне жетпейді ғой. Талай қазақ отбасыларының ұлттық құндылықтарын жұрдай болуының бір көрінісі ғана бұл деп, Асия да күйіне отырып ойын түйген. Яғни қоғамдағы бар дүниеге Құдай сақтасын, бізден аулақ деп отыра бермей, аз да болса ықпал жасау керек. Тимур өзі хабарласты. Апай, сәлеметсіз бе? Сізді шаршатып қоймадым ба? Ол не дегенің, дүниенің ақ жағын ғана көргім келетін мен үшін дәл сол дүниенің қара жағының бар екенін есіме түсірдің. Мен не істеуім керек деп ойлайсыз? Сол менің айтқанымды жасайтыныңа күмәнданып отырмын. Неге? Мен үшін шешім шығарып отырсыз. Онда бірінші ұсынысымды тыңда. Құлағым сізде. Жолың ашылсын десең, өзіңді туған анаңды кешір. Ұзақ үнсіздіктен кейін ғана Тимур, ол міндетті ме деді, түстеніп. Жаңа айттым ғой, күмәнім бар деп. Сен ұнатсаң да, ұнатпасаң да, менің білуімше жалғыз жақының сол Лиза. Мүмкін балалары да бар шығар. Аяғымен барып кешіргеніңді ғана айтпай, осынша уақыттан бері хабар алмағаның үшін кешірімде сұрауды да ұмытпа. Есіңде болсын, ұлық жаратқан Алламыз кешірімді, болғанда біз күнәһар пенделер кім болыппыз? Өз туғандарымызды кешірмейтін. Асияның даусы қатқыл шықты білем. Тимурдың гоноры басылып, жарайды апай, дегеніңіз болсын деген. Бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін ұстазы шәкіртін Аллаға тапсырып қойған. Менен көмек сұрағанына қарағанда жағдай үмітсіз де емес. Жақсылыққа жаны құмар Асия сүйінші хабар күтіп отыр. Бір аптадай уақыт өткенде ғана Тимурдан видео қоңырау соғылды. Табиғаттың аясында тұрған шәкіртінің көңіл күйі керемет сияқты. Біраз күнде болатынын айтпақшы екен. Не болғанын келген соң айтамын деген Тимурдан басқа еш нәрсе сұраған жоқ. Келген күні сол баяғы саябақта кездесетін болып келіскен ұстазы мен оқушысы дәл уақытында келіпті. Тимур ауылдың әкелген базарлығын шешем сізге арнайы беріп жіберді дегенінде әңгіменің оң боларын болжап отыр. Енді Тимурды тыңдайық. Менің де туған қаламнан шығып кеткеніме 10 жылдан асып кеткен екен. Қала гүлденіп кетіпті. Көшелер көгалданып, түнде жүрсең бұрынғы қараңғы көшелерге жарық түскен. Кафе, дүкендердің қызыл-жасылды жарықтары үлкен қаладағыдай сонша керемет болмаса да, бұрынғыдан қайда әдемі көрініп тұр. Үй жаққа бардым. Менен 5-6 жас кіші бір жігіт қора жақта бір нәрселер жасап жүр. Үй тозып кеткен, бала кезінде мына ағаштар аласа сияқты еді. Тым биіктеп кеткен, теректердің біразы кесіліп, ауланың бір бұрышында жиналған екен. Үйден Лиза шығып бері қарай келе жатыр. Мені таныды білем. Жүрісін жылдамдатқан жүгіруге бата алмай тұрғанын болар еңіреп жылап жіберді. Бұл жақындай түскенде ол да буындары босап жерге отыра қалды. Тимур тұрғызып еді, Лиза құшақтай алды. Келдің бе? Шынымен келдің бе? Тимурым өзің бе деп баласының шашын сипап жатыр. Жүрек тұсы ауырсанып, тынысы тарылған жігіт. Иә, келдім. Бірақ ұзаққа емес деді. Адасқан анасы сағыныштан ба, мүмкін есейіп қателігін мойындағаны ма, өксігін баса алмай тұр. Бұның да көзінен моншақтар үзіліп түскенде іштегі әлемі өзіне бағынбай тұрғандай. Бұл кешіргені ме, сағынғаны ма? Үйден тағы бір орамал таққан жас келіншек шығып, «Мама, үйге жүріңіздер» деп Лизаның қолынан демеді. Әлгі келіншек «Мама» деді ме? Қайдан шыққан баласы екен? Әлгі жігіт есіктің алдында тұрған темір қол жуғышқа су құйып үйден қол сүртетін орамал алып шықты. Бірден «Қол жуа кіріңіздер» деген соң үйге қолымды жуып кірдім. Қарапайым жайылған дастарханда отыра қалған төртеуі әңгімені танысудан бастады. Бұл менің ұлым Тимур. Ұлының сұраулы көздеріне қарап, бұл да менің ұлым Ғабит. Келінім Бибігүл деп қолымен көрсетті.
Лизаның сабырлы сөйлеп отырғанына қарап Тимур таң қалды. Тура бір шешесін басқа біреумен алмастырып қойғандай. Әлде Лизаның құйдырғы қойылымы екен. Қайтадан сөзді Лиза алды. Ғабит Жолдыбайдың ұлы. Жораның. Білмейді екенмін. Жораның өзі де білмеген. Химияда жүргенінде сол жерде Ғабиттің анасымен танысып табысқан екен. Міне ғажап. Лизаның қазақшасының дұрысталғанын қара. Келесі сөзді Ғабит алды. Әкемнің бар екенін үйленгеннен кейін білдім. Онда да анам жазылмайтын дерттен беті бері қарамаған соң, соңғы тілегін орындау үшін анамды жерлеп болған соң, осында келдім. Мұнда келіп әкеме өкпемді айтам ба десем, оның да жағдайы мәз емес екен. Осы кезде қайтадан Лиза сөйледі. Қолына бір жара шыққан болатын. Іріңге ұқсамайтын сары су ағып жүретін. Беті қарайып бара жатқан соң дәрігерлер гангрена деп бастады да, арты онкологиялық ауруханадан бір-ақ шықты. Саусақтарын кескен соң жағдайы тіптен нашарлап кетті. Сол кезде Ғабит та келген болатын. Жора екеуміздің арамызда бала болмады. Ұлын көргенде қатты қуанды. Көңіліне деумеу болғаны да сол-ақ еді, деді Лиза күрсініп. Осы көріспеген уақыт аралығында біраз өзгерістер болған сияқты. Лиза мені қонақ бөлмеге ертіп апарды. Көзіме балалығымдағы пианиноны оттай басылды. Әлі бар ма? Бар. Мамам екеуіңді сағынғанда осы бөлмеге келіп осы пианиноға қарап жылап аламын. Қандай ойсыз болғанмын. Барлық еркелігімді көтеретін тек қана анашым екен ғой. Әр жұмада Ғабит әруақтарға Құран оқиды. Мықты қылып тәрбиелеген анасына рахмет. Өмір қалай я? Рахатын өсірген анасы емес пе? Өмірі көрмеген әкесінің әйелімен көріп отырмын. Рахатын көріп деймін нау. Көп нәрсені осы жастардан үйреніп отырмын. Олар неге біздің үйде жүр? Алғашында әкесінің қырқын өткізіп кететін болған. Сонша уақыт жақсы адамдармен бірге тұрып, бауыр басып қалдым. Ақырында өзім кетпеулерін сұрадым. Жалғыздықтан қорықтым. Осы кезде өзімнің мына адасқан әйелдің баласы екенімді ойлап отырғаныммен бір рақымым түсіп отырған жоқ. Бірақ Әсия апай негізгі осында келген жұмысымды ойлап неден бастарымды білмей далмын. Соны өзі де сезді ме? Саған ана болып жарытпадым. Алғашында мамама сендім. Кейін өзі өсіп келеді дедім де, әйтеуір адам болып кеттің ғой. Жора былайша хулиган болғанмен қатал болатын. Мені жөнге салған сол қаталдығы болды. Уақытында денсаулықтың қадірін білмей жасаған қателіктерінің кесірінен бала көтере алмадым. Туған бір түйір балам саған да пайдам тиді ме? Айта алмаймын. Мына бейбақ шешеңді кешіре алсаң кешір деген. Лиза ренжіме, енді мама деп айта алмаймын. Осынша уақыт келмегенім үшін сен де кешір дедім. Мен де іле шала. Кешірдің бе балам? Осы жасыма келіп бірінші рет мына сөзді естіген соң, менің де тамағыма өксік тығылып, әрине деп әрең жауап бердім. Лиза да ұшып тұрып құшақтай алды. Сонша жек көрген адамымды осылай құшақтаймын деп үш ұйықтасам түсіме кірмеген шығар. Лизаға салсаң жібергісі жоқ. Қас қарайғанда темекі тартуға Ғабитпен далаға шықтым. Ғабит зиянды әдеттерден аулақ екен. Сонда да әңгімеге айтып серік болып отыр. Екеуміз тағдырлас екенбіз. Жастықтары болар, әкелеріміз бізді керек етпепті деген Ғабитқа әкеңмен тілдесе алдың ба деп едім. Я, жағдайы тым ауыр екен. Әрең сөйлеп жатты. Балам, мынау жара дегенің ебіна, менің осы қолымнан жасаған күнәларыма Құдайдың берген жазасы. Талай адамды зар қақсатып тапқан берекесіз ақшаның қарымтасы. Есіңде сақта, балаңның баласына кісі ақысын жеме деп айт, деді ғой. Жатқан жері жарық болсын. Алла қабір азабынан сақтасын деп отырған Ғабитқа қарап, өз әкемнің не өлі, не тірі екенін білмейтініме өкіндім. Шешемді керек қылмап едім, басқа біреулер мамалап отыр. Әкем туралы ойламағанда екенмін десем өтірік болар. Балалығында көшедегі ерландардың әкелерімен бірге доп ойнап, құлақ қалған қораларын жабылып, жөндегендерін, демалыс күндері қолдарында аулаған азын-аулақ балықтарын қармақтан келе жатырмыз деп, тура бір 2 метр жайын алғандай шулап келе жатқандарын көріп, менің де өз әкем болғанын, тіптен көлігінің алдына мініп алып, ерландардың алдынан
қол сермеп өтіп бара жатқанымда елестетуші едім ғой. Мына Ғабиттің де әкесін тапқанына көзінше қуанып отырғанымен іштегі бір бұранда бұрап барады. Кім әкесінің болмағанына қалайды дейсің? Лизамен сөйлесіп көрдім. Алғашында басын ала қашқан, кейін әкемнің аты жөнін бір қағазға жазып берді. Балам, сен не шешсең де қолдаймын деген еді. Баламына ішім жылғандай ма қалай? Расында Лиза өзгерген екен. Жақын адамыңның қолдауы күш береді. Осының бәрі сіздің арқаңыз, Асия апай. Дәл бұрынғы пиғылыммен Лизаны кездескенімде оның бір сөзінде тыңдамай кетіп қалған болар едім. Оған да осылай айтып едім. Шығарып салып тұрып сізге арнайы базарлық беріп жіберді. Елден сондай жеңіл қайттым. Сізге рахмет деп апайының қолын алды. Смартфонындағы фотоларды көрсетіп жатыр. Сен үшін де, анаң үшін де қуаныштымын. Өзі бір-ақ рет берілетін өмірімізде сыйласып өткенімізге не жетсін. Бір-бірімізді тірі күнімізде қадірлейік. Анаңа менің атымнан рахмет айтып қой. Тағы бір нәрсе сұрасам болады ма? Сұрай бер. Әкемді іздесем қалай қарайсыз? Оны неге менен сұрайсың? Абсалдай азаматсың, алғашқы қадам жасауға көмектестім деп ойлаймын. Ол енді өз шаруаң. Шешім шығарып үйренуде мақсатқа жетудің бір бастамасы деп сәл қатылдық таныттым. Ширасын дегенім болар. Сәл қабағымды түйіп кетуге әрекет жасадым. Ренжітіп алдым ба апай? Не себепті ренжуім керек? Сол әйелдердің көңіліне жалтақтауыңды қоя алмай жүрсің бе? Өзіңді ойлап, болашағыңа алаңдамасаң, уақыт деген жүйрік ат жеткізбейді ғой. Шырағым, онсыз да нағыз дамитын, еңбек ететін уақытыңда зая кетірдің. Осы сізге жақпай-ақ қойдым ғой. Маған жағудың саған түкке де керек жоқ. Шындыққа тура қарау керек. Жасаған қателіктеріңнің шешім шығарған келмей ме? Балалығыңды мен үшін мектепке барғаныңды, еліңе менің көңілімнен шығу үшін бармаған боларсың. Шешіміңді қабылдап біраз іс тындырғаныңды хабарларсың, дедім де кетіп қалдым. Мақсатым Тимурдың қандай қадам жасауын көру. Батыл қадам жасай ала ма? Санасында өзгеріс бар ма? Ойлауы шынайы ма? Бір жағынан үлкен әйелдерге ентелегенін қысқартып көңілі суысын деген әрекетімнің түрі. Намысы оянар ма деген есектейме. Былайынша айтқанда жасап қалған ісіне қайта айналып барып қалама деген сенімсіздік сол баяғы. Оған қаталдық танытқанмен не істер екен деген уайымымда жоқ емес. Алғашқы тапсырманы ойдағыдай орындағаны көңіліме тимеу болғаны да бар. Босаңсытуға болмайды. Әлгі сапурасы да бір босаңсытып, бір қысып